Екінші наурызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, біраз дүниелерді сәтті атқарып үлгеруге болады. Орын алатын жағдайлар сіз үшін қолайлы болмақ. Күтпеген жерден сәтті сәйкестіктер орын алып, жағымды тосын сыйға кенелу ықтималдығы өте жоғары. Сонымен қатар, жаңа нәрселерді байқап көруге болады. Бұл орайда жеңіске жетеріңіз сөзсіз. Сіз реалистсіз. Болатын нәрсе мен болмайтын нәрсені бір қарағаннан ақ байқайсыз. Осы қасиетіңіздің сізге көп пайдасы тиеді. Торпақ. Таңғы уақытта заңыңызға тиетін жағдайлар орын алып жатса да, сіз ешкімді өкпелетпестен қиын жағдайлардан жылдам шыға аласыз. Қолыңыздан келген нәрсенің барлығын максималды деңгейде қолданған жөн. Жаман ойламаңыз. Тек барлық жерден оң нәтиженің боларынан үміттеніп, соған орай барынша күш салудың арқасында сіз қалағаныңызға оңай әрі жылдам қол жеткізесіз. Егіздер. Таңғы уақыт ерекше, оның үстіне күтпеген оқиғаларға толы. Кейбір егіздер жоспарларын ауыстырып, сәл уайымдай бастайды. Өзіңізге сеніңіз. Сонда ғана бәрі ойдағыдай болмақ. Түскі уақыттан бастап жағдайлар тұрақталады. Ұзақ ойланған шешімдеріңізді қабылдап, ойыңыздағы идеяларды жүзеге асыруға тырысыңыз. Тек өзгенің емес, өз жолыңызбен жүру қажет екенін ұмытпаңыз. Шаян. Қиын шаруаларды бағындыруға мүмкіндік бар. Кедергілер мен түсініксіз жағдайлар орын алса да, тек алға деген ұранмен жүріңіз. Кейбір адамдар сізге сенімсіздікпен қарап, жасап жатқан әрекеттеріңізді қабылдамауы мүмкін. Шын мәніне келгенде, олардың не ойлайтыны сіздің ауа райыңызды өзгертпейді. Жеке өміріңізде жақсы өзгерістер басталып келеді. Бұл орайда сүйікті адамыңызбен одан әрі жақын бола түсуге әрекет етіңіз. Арыстан. Ашуланбаңыз. Өзгелердің провокациясына берілмеңіз. Ит үреді, керуен көшеді дейді. Жақсылап ойланып атқаратын істеріңіз мол нәтиже береді. Жеке өміріңіз бен жұмысыңызды бір-біріне араластырушы болмаңыз. Сондай-ақ өзгелерге тым көп үміт артпаңыз. Бұл көңіліңіздің қалуынан сақтайды. Бүгінгі күні біраз күрделі жағдай орын алып жатса да, еңсеңізді биік ұстап, өзіңіздің ақсүйектігіңізді көрсетіңіз. Бикеш, тек нақты жүзеге асыруға болатын дүниелерді ғана ойлауға тырысыңыз. Қазір әрекет ететін уақыт. Үйреншікті әрі өзіңіздің ойдан жасап алған пікірлеріңізден аулақ болып, барлық нәрсеге жаңаша қарап көріңіз. Бұл жаңа мүмкіндіктерді көруге көмектеседі. Жақын адамдарыңызбен қарым-қатынастарыңыз жақсара түсіп, рухани күшіңіз артады. Жақындарыңыз сіздің тірегіңіз. Олармен бірге болып, қолыңыздан келгенше қолдау көрсетіңіз. Таразы. Сенімді адамдарды ажырата білуге сіздің қауқарыңыз жетеді. Бірге күш салып, батыл әрекет ететін серігіңіздің болғаны дұрыс. Қазіргі таңда алдағы уақытқа нақты жоспарлар құрып, көмекшілерді қарастырған абзал. Таразыларды алдағы күндері жаңа сынақтар күтіп тұр. Сол сынақтарға дайын болу үшін осы сәттен бастап өзіңізді қайрай түсіңіз. Саршаян. Кәсіби салаңызға да көңіл бөліп қойған жөн. Себебі жұмыстық мәнсабыңызда өрлеу байқалады. Ешкімге еш нәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ. Сәттілік ең алдымен сізге қажет. Ал сол сәттілікке қалай қол жеткізесіз, ол сіздің еркіңіз. Жеке өміріңіздегі жақсы өзгерістерде сәттілікке жетуге ықпал жасайды. Өзіңізбен болыңыз. Өзгелердің алдында ақталып, уақытыңызды жоғалтпаңыз. Мерген. Таңғы уақыт ырду-дырдумен басталуы мүмкін. Сабырлығыңыздың арқасында барлығы да жақсы шешілмек. Негативті адамдарды маңыңызға жолатпаңыз. Олармен диалогқа түсудің де қажеті жоқ. Жақсы ойлар сізге тек тыныштық уақытында ғана келеді. Бүгінгі күннің тапсырмаларын сәтті орындап шығу үшін өзіңізге тыныштықта болуға мүмкіндік жасаңыз. Сонда ғана бүгінгі күнді ойдағыдай өткізесіз. Тауешкі. Өз жоспарларыңыз бен ішкі ойларыңызды сыртқа шығармаңыз. Айналаңызда болып жатқан жағдайларға көз жүгіртіңіз. Көп нәрсе сіз ойлағандай оңай емес. Жаныңыздағы адамдардың ойын тыңдай біліп, кеңес сұрап көріңіз. Сонда ғана сіз айналаңызда не болып жатқанынан қарарсыз. Тек асығыстыққа салынбаңыз. Қазіргі жағдайлардың өзі сіз үшін қолайлы күйде өрбиді. Ең бастысы, мұқият болып, өз мүмкіндіктеріңізді осыңыздан шығарып алмау.
Су қойғыш, қызбалыққа салынбаңыз. Көп нәрсе сәтті жүзеге асып келеді. Өзіңіз сенім артпаған идеяларыңыздың өзі де сәттілікке жетелеуі мүмкін. Ең бастысы уақытты ысырап етіп алмаңыз. Су қойғыштар сәтті сауда жасап, қажетті қаржыға қол жеткізе алады. Қырағы әрі батыл болсаңыз, бүгінгі күннен мол еспе күте аласыз. Балықтар, өзгелермен сыйластықта болып, сіз олар сізге көмек көрсете алатынын ұмытпаңыз. Аяқ астынан сіз үшін қолайсыз жағдайлар орын алып жатса да, еш мойымаңыз. Кез келген жағдайдан шығатын амалды табуға тырысыңыз, және де кез келген жағдайдан сабақ алу керектігін ұмытпаңыз. Күннің ортасындағы уақытта ақша жағынан жолыңыз болғалы тұр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.